Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Qajikeler, as bolsun. Rahmet. Bugün qajlarga as berip жатқан ағаларымызға, бауырларымызға Allah razı болсын. Allah Tağala өмірлеріне, кәсіптеріне берекет берсін. Қазір сабақтың соңында дұға қыламыз, Құдай қаласа. Оған дейін сабақты өтіп берейік. Ертеңгі біздің сапарымызға өте маңызды, қатысты сабақ. Ертең біз иншалла ихрамға кіргеннен кейін қажекелер қай сөзді айтамыз? Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деген сөзді айтамыз Аллаға. Сол үшін ер кісілер бүгін жақсылап осы сөзді жаттап алыңыздар. Себебі 500 километр бойы еш тоқтамастан кезек-кезек тәлбияны айтып барамыз. Лаббайк Алланы. Түсіндіңіздер ғой, а? Өйткені оны ұзақ айтсаң жағың ауырып қалады кәдімгідей. Сол үшін де 20 минут, жарты сағаттан бүйтіп ауысып отырасыздар. Барғанша осыны нені айтып барамыз, қажекелер? Лаббайк Аллахумма лаббайкты айтып барасыздар. Бұл сөздің сыры неде, қажекелер? Бұл сөз өз ішінде өте ұлы мағыналарды қамтыған сөйлемдерден тұрады. Өте ұлы мағыналарды қамтыған сөйлемдерден тұрады. Лаббайк Аллахумма лаббайк дейді. Қараңыздар, мағынасын қараңыздар. Я Алла, мен сенің алдыңа келіп тұрмын дейді. Қараңыздар. Мына жерде бір ауыз сөз жазған аудармасында көрдіңіздер ма? Мен айтатын қараңыздар. Я Алла, мен сенің алдыңа келіп тұрмын. Отанымды тастап, туған жерімді, жылы төсегімді, отбасымды, бала-шағамды, кәсібімді, ата-анамды, сен берген нәрсенің барлығын тастап, саған деген шынайы көңілмен, риясыз махаббатпен, бар ынта жігеріммен өзіңнің ризалығыңды, өзіңнің дидарыңды қалап келіп тұрмын деген сөз. Міне, қанша сөз шығып кетті? Бір ауыз сөзден. Бар нәрсені тастап, мен саған алдыңа шын махаббатпен, риясыз көңілмен келіп тұрмын, ей Алла деген сөз екен. Міне, лаббайк Аллахумма лаббайк деген сөздің бірінші мағынасы осындай екен. Кетті ма? Түсінікті ғой? Шынымен сондай ма мағынасы? Шынымен. Ергіп жүрген ешкім жоқ, қажекелер. Барлықтарыңыз уақыттарыңызды, жұмыстарыңызды, тірліктеріңізді, бала-шағаны, үйді, дайын тамақ бәрін тастап келіп тұрсыздар Алланың ризалығын қалап, қажекелер. Ар жағында не дейді? Лаббайка ла шарика лака лаббайк дейді. Дұрыс айтып отырмын ба? Дұрыс емес айтсам жөндеп қойып отырыңыздар. Ей Алла, сенің серігің жоқ дейді. Мына сөз, қажекелер, мына сөз бар ғой, дүниедегі ең ұлы сөз осы, қажекелер. Дүниедегі ең ұлы сөз сенің серігің жоқ деген сөз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Алла Тағала өзіне серік қосқан пенделерді кешірмейді, одан өзгенің қалағанын кешіреді дейді Алла Тағала. Бірақ кім кешірілмейді? Бір ғана адам кешірілмейді. Кім ол? Аллаға серік қосушы адам кешірілмейді, қажекелер. Аллаға серік қосу деген Алладан өзгені құдай тұту деген, қажекелер. Немесе оған серік әкелетін нәрселердің баршасы оған серік болып есептеледі. Бұлайынша қазақша түсіндіретін болсақ, бұлай деп айтайын. Қарапайым қазақша айтып берейін. Бір үлкен бизнесмен бар. Сол бизнесмен базардан бар бір құл сатып алды дейді. Имам Абу Лайс Самарқанди айтады. Барып базардан құл сатып алды да, өзінің бизнесіне ана құлды үйретті дейді. Ана құл алып кетті дейді, бұлайынша айтқанда. Икемдекен алып кетті дейді. Сонымен бір күні ана бизнесмен кісі ана құлға өзіне бір орын ашып береді. Саудасына. Сөйтеді, ана бөлек шықпай ма жаған құл? Бөлек шыққан кезде табысынан, саудасынан түскен ақшаның барлығын мына өзінің қожайынының конкуренттері бар ғой. Не деп айтады конкурент қазақша? Бәсекелестері деп айтады. Саудада бәсекелестік бар ма? Бар, талай нәрсе болып жатыр, оны білесіздер. Сол бәсекелестеріне көмектеседі ғой ана құлшы. Мына кісі негізі мынаны адам қылды. Жаңа орын алып берді, аяққа тұрғызды, өйтті бит. Енді мынау тапқан табысының барлығын жаңа қожайынның бәсекелес конкуренттеріне көмектесуге жұмсап жатыр ақшасын.
Аллаға серік қосу осындай сияқты дейді қажекелер. Түсіндіңіздер ма? Ананы дымнан дымсыз әкеліп адам қылып еді, бұл соңында не істеді? Қожайыны жек көретін адамдарға көмектесіп кетті дейді. Сол сатып кетті былайша айтқанда. Дәл сол сияқты Алла тағала бізді жоқтан бар қылды, бүкіл нығметтерін үйде төкте берді. Енді сол берушіге құлшылық қылмастан өзге біреуді таңдаса, нағыз зұлымдық сол болады екен қажекелер. Міне Аллаға серік қосу деген осындай қазақша. Демек біз сұрасақ кімнен сұрауымыз керек екен? Алладан ғана сұраңыздар. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Ияка нағбуду ва ияка настаин" деп айтады ғой. Саған ғана жәрдем, сенен ғана жәрдем деп, саған ғана сыйынамыз деп айтады Алла. Жәрдем тек қана әлемдердің Раббысы Алладан ғана тіленеді қажекелер. Одан басқадан болмайды уже. Міне қараңыз, енді лаббайка ла шарика лака лаббайк деген сөздің мағынасы: ей Алла, сенің еш серігің жоқ деп жатыр. Дүниеде қажекелер, дүниеде осы сөзден асқан Аллаға ұнайтын сөз жоқ екен. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: кімде кім ла илаха иллалла деп айтса дейді. Қараңыздар, ла илаха иллалла сол серігің жоқ деген сөз ғой, екеуі бір ғой. Кімде кім ла илаха иллалла деп айтса дейді, пайғамбарымыз айтады, ана айтылған кәлима бар ғой, сөз Раббысының құзырына дейін көтеріледі дейді. Кімнің аузынан шығып кетсе дейді. Сөйтіп ол Алланың жанына, құзырына дейін көтеріліп, ол сөз қашан назар салынбайынша тітіркеніп тұрады дейді, дірілдеп. Ана сөз бар ғой. Сонда Алла тағала: ей кәлима, тыныштал деп айтады екен да. Сонда ана кәлима: Раббым, мені айтқан кісіні әлі кешірген жоқсыз, мен қалай тыныштық табам деп айтады дейді. Сонда Алла тағала: лақад ғафартуху, сені айтқан бойда кешіріп қойғанмын мен оны деп айтады екен да. Көрдіңіздер ма? Дүниедегі ең ұлы сөз деп атқаным осы қажекелер. Мұса пайғамбар бір күні Раббысымен тілдес, Мұса білесіздер ғой, Раббысымен тікелей періштесі сөйлескен кісі Мұса алейхиссалам. Мұса пайғамбар бір күні Алла тағалаға айтады: Раббым, маған бір сөз үйретші дейді. Бұған дейін ешкім айтпаған, бұдан кейін ешкім айтпайтын сондай бір ұлы сөзді үйретші деген кезде Алла тағала: ей Мұса, ла илаха иллалла деп айт дейді. Сонда Алла, Мұса пайғамбар: Раббым, оны бәрі айтып жүр ғой дейді. Саған иман келтіргеннің бәрі айтып жүр ғой дейді. Сонда Алла тағала: ей Мұса, 7 қабат көк дейді. Мынау біздің алдымызда көрініп тұрған қажекелер, бұл бірінші қабат көк болып есептеледі. Бүкіл жұлдыз, мынау сіздер көріп жатқан галактика, малактиканың бәрі бар ғой. Ғаламшарымыз біздің не? Бірінші көк болып ойлай беріңіз. Пайғамбарымыз айтады: бірінші көк, екінші көктің жанында сахараға тасталған сақина сияқты кішкентай болып қалады дейді. Яғни үлкен сахараға тасталған сақина сияқты. Екінші көк, үшінші көктің жанында сахараға тасталған сақина сияқты болып қалады. Не болып жатыр сонда? Ең ұлы көк қайсы екен? Жетінші көк. Жетінші көк дейді, қараңыздар. Алланың аршысының қасында сахараға тасталған сақина сияқты болып қалады дейді. Мына қараңыздар. Дым құнсыз болып қалады дейді. Біз ойлап атқан мынадай керемет үлкен ғалам 7 қабат көк дейді. Алла тағала айтып жатыр: ей Мұса, 7 қабат көк дейді. Және оның ішіндегілер дейді. 7 қабат жер, және оның ішіндегілер. Көк пен жердің ортасындағылардың барлығын қосып, таразының бір шетіне қойсаң дейді. Ла илаха иллалланы бір шетіне қойсаң, баса алмайды ей Мұса деп айтты дейді. Қараңыздар. Міне дүниедегі ең ұлы сөз тәлбияның ішінде тұр екен қажекелер. Лаббайка ла шарика лака лаббайк деген сөз. Пожалуйста. Қандай ұлы сөзді айтуға бізге Алла тағала нәсіп қылып жатыр қажекелер, көрдіңіздер ма? Пайғамбардың хадистерінде келеді саллаллаху алейхи вассалам: қиямет күні бір пенде келеді дейді Алланың алдына есеп қисапқа. Ана кісінің жасамаған дүниеде жамандығы жоқ дейді. Жасаған жамандықтарын жазған кезде амал дәптерлерінің жамандығы 99 параққа дейін жетеді дейді. Әр парағындағы жамандық көздің ұшы жететін жерге дейін жазылған дейді. Тыңған болып тұрған ол. Бәрін істеген. Сөйтіп амал дәптерлерін салған кезде жамандығы басып кетеді дейді. Қанша парақ? 99 парақ. Әр парағы көздің ұшы жететін көкжиекке дейінгі жерге дейін жазылған дейді. Бұл пайғамбарымыздың хадисі саллаллаху алейхи вассалам. Сонда ана пендеге Алла тағала айтады: ей пендем, сен осының барлығын істедің ба деп айтады дейді. Сұрақты қарасай. Ана пенде бар ғой, істемедім деп қақшаңдап шыға ма? Жоқ, болды.
Егер ол сөйтіп істемедім деп бірдеңені өтірік айтып бастаса, оның аузына мөр ұрылады, қажекелер, печат ұрылады. Алла Құранда айтады, жаңа олардың ауыздарына печат ұрамыз, сол кезде мөр ұрған кезде олардың аяқтары, қолдары бізге дүниеде не істегендігі жайында айтып береді дейді. Сондықтан ана пенде өтірік айта алмайды, Раббым мен бәрін істедім деп айтады дейді. Мынаның бәрі негізі сатқын ғой, қажекелер. Мынаның бәрі біздікі деп ойлап жоқ қой, мына аяқ, қол бәрі же. Абай атамыз не дейді? Менікі деп жүргеннің бәрі оныкі дейді. Мына менікі деп жоқ қой қазір, бізге уақытша бағынып тұр бұлар. Бірақ бір күн келеді, бізге бағынбайды бұлар. Сондықтан менікі деп жүргеннің бәрі он, яғни біздікі емес, бұл бәрі Алланыкі екен, қажекелер. Қайттан өзі ала қояды ертең. Сол үшін де жаңағы пенде Раббым мен барлығын істедім деп айтады дейді. Үзірің бар ма деп айтады екен Алла Тағала. Үзір деген түсініп жатсыздар ғой, иә? Мынаны осындай себепті істеп қойып едім, осы жерде осындай болып қалды, құрма бағында бүйтіп қалып едім. Үзірім жоқ дейді. Ана пенде үзірім жоқ дейді. Мен барлығын істедім, мойындаймын, көтерем, я Алла. Сонда Алла Тағала ана пенденің шыншылдығына сондай разы болды. Пендемнің бір парақ қағаз қалып қойыпты ғой деп айтады дейді. Бір парақ. Мына жақта 99 парақ тұр, қажекелер. Әрқайсысы көздің ұшы жерге. Періштелер бір парақ қағазды алып келді де, жақсылық тарасына қарай салған еді дейді. 99 парақты көтеріп жіберді дейді. 99 парақты бас жіберді дейді. Сөйтсе ана пенде дүниеде бір өзі жалғыз қалып қойған кезде шын жүрегімен ла илаха иллалла деп айтқан екен ше. Соны періштелер тарс еткізіп жазып алған екен. Енді соны әкеп беріп тұр да, көрдіңіздер ме, қажекелер? Демек сондай ұлы сөздерді қамтыған бұл тәлбияның ішінде қай сөз екен? Лаббайка ла шарика лак. Ей Алла, сенің ешқандай серігің жоқ деген сөз екен. Иннал хамда дейді. Бүкіл мадақ, мақтау кімдікі? Алла сенікі деп атыр да. Бүкіл мадақ, мақтау Алланыкі. Алланың ең Құран кәрімдегі ең ұлы сүресі бар. Қай сүре ол? Дұрыс айтады, Ихлас сүресі, дұрыс па? Дұрыс емес. Қай сүре? Дұрыс айтады, Фатиха сүресі, қажекелер. Құранның ең ұлы сүресі Фатиха, қажекелер. Әл-Фатиха айтып тұр ғой, Құранды ашушы деп тұр ғой. Намаз Фатихасы дұрыс бола ма? Болмайды ғой. Көрдіңіз ба? Ең ұлы сүре Фатиха болатын болса, сол ұлы сүренің ең ұлы алғашқы аяты Әл-Хамду деп басталған дейді. Иннал хамда деп отыр ғой, мақтау. Міне, Әл-Хамду лиллахи раббил аламин, әлемдердің Раббысы Аллаға ғана болсын дейді. Мақтау, мадақ. Демек, 100% мақтауға, мадаққа кім ғана лайық? Алла ғана лайық. Адам ше? Бола ма адамды мақтауға? Бола ма адам мақтауға? Болады адам. Дұрыс айтады. Адамды мақтауға болады, қажекелер. Бірақ дейді, пайғамбар айтады, мақтаған кезде артына мына сөздерді қос дейді. Мен Азизді жақсы жігіт деп ойлаймын деп айтады. Азиз деген жақсы, ол Азиз деген андай, Азиз деген мындай, ол деген бүйтеді, ол сөйткен деп мақтай берме дейді. Азиз деген осындай жігіт деп ойлаймын деп айтты, пайғамбар айтады. Ойлаймын деп айтты. Неге? Азиз деген жақсы, ол әңгелектің басы бірдеңе деп айтып алдым да, мысалға. Ертең бір жамандығын көрген кезде не деп айтам? Азиз таза, болмайтын адам екен, бар ғой. Оңбағанның көкесі екен. Кеше мақтап отырдың ғой сен. Бүгін жамандап атсың ғой енді. Көрдіңіз ба, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 100% мақтауға адам лайық емес деп атады. Сондықтан не деп айтты дейді? Мен Азизді осындай жігіт деп ойлаймын деп айтты дейді. И артына мынаны қос дейді. Алла мен ойлағаннан да жақсы етсін деп қосып қой дейді. Міне, адамды мақтауға бола ма екен? Пожалуйста, болады екен. Мен пәленшен түгеншен осындай деп ойлаймын, Алла мен ойлағаннан жақсы етсін деп. Өйткені точно мен сондай деп айтатын болсаң, ол пенде ғой, ертең бір кемшілігін көрген кезде не болады? Өзіңнің айтқан сөзіңе өзің өкініп қаласың. Көрдіңіздер ме? Сол үшін шариғат қандай әдемі қылып тәрбиелейді пайғамбарымыз адамды. Өзі пайғамбарымыздың өзі айтқан, қажекелер. Адам жаңадан киім киіп жатыр да, мысалға Нұржігіт новый киім сатып алып жатыр. Сол кезде мен Нұржігітке не деп айтам? Құтты болсын, ол қазақский вариант. Маған пайғамбардың айтқан варианты керек. Бұдан да қайырлысын нәсіп етсін. Жақсы. Тағы қандай?
Üstünde tosun. Aha. Peygamber aytqanda hiç kim aytpay ма sonda? Maşallah, tabarakallah, subhanallah, vallahu akbar. Ah, ey dese jarıqtı, ey. Ah, barakallah. Şu dürüst sizler aytып atқан varianттың бәрі әдемі қажекелі. Бірақ мен не дедім, сұрақ қандай? Пайғамбардың айтқан вариантын айтыңыздаршы деп жатырмын да. Деп ойлаймын. Сол ойламай тұр ғой сол. Оригинал деп ойлаймын. Оригинал Луи Виттон деп ойлаймын деген сияқты. Қараңыздар, қажекелер, қайдасыңдар, тәтелер деген сияқты. Қажекелер. А? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахабасы жаңа киім алған кезде айтатын сөзі бар екен. Я фулан, ей пәленше, илбәс жадидан. Әрқашан Алла тағала жаңа киім, әдемі киім киюді нәсіп етсін. Ва айш хамидан. Әрқашан Алла мақтаулы ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Ва мут шахидан. Алла тағала бәрібір өлеміз ғой бәрімізде. Шахидтік мәртебелі өлімді нәсіп етсін деп айтады екен. Жаңадан киім киген адамға айтылатын дұға осы екен қажекелі. Пайғамбардың айтқан осы, құтты болсын, үстіңде тосын, бәрі әдемі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп жатыр? Маған ішіндегі осы мына сөз керек. Айш хамидан, мақтаулы өмір сүр деген сөз керек маған. Пайғамбардың өзі қандай бол деп жатыр? Мақтаулы ғұмыр кеш деп жатыр. Яғни адамдар мақтайтындай жақсы әдемі өмір сүруге бола ма екен? Болады екен, бірақ адамдар мақтасын деп па? Жоқ. Алланың разылығы үшін деп. Жақсылықтарды істеу керек деп жатыр. Алла үшін істесеңіз, Алла оны көтеріп қояды бәрібір адамды. Адам үшін істесеңіз, ол уақытша болып қалады қажекелер. Бір күні реніш болады, пайда болады. Кетті ма? Демек, жаңа пайғамбарымыз мақтаулы ғұмыр кеш деп жатыр. Адам мақтаулы өмір сүруге болады екен, бірақ оны мақтайтын кезде мен пәлен түгенді осындай деп ойлаймын. Алла мен ойлағаннан да жақсы етсін деп дұға қылып қой дейді пайғамбарымыз айтады. Дұрыс па, әдемі ма? Міне, иннал хамда дейді. Ал енді 100%-лық мақтау кімдікі гарантиясы бар? Пожалуйста, ол тек қана Алланыкі қажекелі. Иннал хамда, бүкіл мадақ, мақтау бұл Алланыкі қажекелі. Уан ни'мата дейді. Нығмет кімдікі? Алланыкі. Уан ни'мата. Енді нығмет деген сөзде бізде ештеңе жоқ қажекелі. Бұл полный Алланыкі. Бізде ештеңе жоқ қажекелі. Нығметтің мағынасында. Уан ни'мата деген сөз нығмет, Алла сенікі деп жатыр. Нығмет деген не ол? Нығмет деген қажекелер сізге берілген бүкіл нәрсе нығмет. Нығметтердің ең ұлысы ол иман. Иман. Алланың берген нығметтерінің ішіндегі ең ұлысы қажекелер ол не? Иман. Иманнан асқан нығмет жоқ. Оны тапқан не жоғалтыпты дейді. Құдайды таптың ба, онда не жоғалттың деп жатыр. Оны жоғалтқан не тауыпты дейді. Алланы жоғалттың ба, не таптың ал дейді. Болды, құрыдың ғой деп жатыр да. Омардың кешегі сөзі сияқты ғой, бір дінсіз келіп Омарға айтады дейді. Омар, Құдайың шынымен бар болса, мені азаптап тастасын, осы жерде тұрам, мен күтіп тұрам дейді. Сонда Омар күлетті, сен онсыз да азапталып жатсың ғой дейді. Мен сезіп атқан жоқпын дейді, іш жерінің ұрып атқан, неғып атқан. Айтшаш маған, мен азаптасын, Құдайың бар болса дейді. Әй, айналайын дейді. Сенің осы жасқа дейін бір рет маңдайыңды сәждеге тигізбеуің Алланың азабы немене саған деп айтты дейді. Иман бұл нығметтердің ішіндегі ең ұлысы қажекелер. Нығметтердің ішіндегі ең ұлысы Құдайды тану, табу, иман келтіру. Ал одан кейінгілердің барлығы одан кейін кете береді. Қалған. Көз, көру, туған жерін көрмеген адамдар бар, туған әке шешесін көрмеген адамдар бар. Бірақ бізге Құдай берді ма? Пожалуйста, берді. Мына су ертең ағып кетсе, оның орнына иттің көзін қоясың ба, биттің көзін қоясың ба, өзің тікіндей бола ма? Болмайды ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан нығмет Алла Құран кәрімде айтады. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Раббыларыңның сендерге берген нығметін есептеп санайтын болсаңдар, 1 2 3 4 5 нығметіне жете алмайсыңдар дейді Алла Тағала. Жете алмайсыңдар дейді. Мына бір көз туралы айтып жатыр қоя, бір көз.
Bir көз туралы том кітаптар жазылған, жазылып жатыр ғой күн сайын. Қалай көрет мынау? Қарашығы көре ме, ақжығы көре ме, қайсысы көрет? Оған не түссе қандай? Көздің көру процесі былай бола ма, әлде былай бола ма, әлде прямой көре ме? Әлі зерттеліп жатыр ал. Құлақ неге мына жерлердің барлығы қыртыс? Нығмет, қандай нығмет Алланың берген, көрдіңіз ба? Сондай Алла тағала мұрынды ауыздың үстіне әкеп қойып қойған ғой, көрдіңіз ба? Мұрынды құлақтың қасына қойып қойса егер, онда сіз қасықты көтерген кезде бірінші мына жаққа иіскейсің де, кейін мына жаққа әкеп тығасың. Ол жұмыс та. А сіз әкеліп жатқан кезде уже ол келіп жатады дейсі, прямой ұрып жібересіз, көрдіңіз ба? Рас қой, бұл нығмет қой қажет. Ай, тісің. Мына жердегі тістердің барлығы жұқа жіңішке болып келеді. Ар жақтағылар азу тістер қалың болып келеді. Дұрыс па? Екеуінің орнын ауыстырып жіберсеңші, аузыңнан алдымен жейсің тек қана. Өйткені мынау кесуге арналған алды. Кесіп жұлуға арналған. Арты оны шайнауға арналған қажет. Нығмет па Алланың? Нығмет. Ішеп атсың, жеп алдық, мына қуырдаққа тойып алдық қазір. Бұл шығаруды айтсайшы енді қазір, мысалы. Жоқ, сіздер ойламаңыздар қажекелер. Бұл мен барам шыға қояды деп. Жоқ, ондай емес ол. Кейбір адамдар шығара алмайды оны. Мен бар нәрсені айтам. Жоқ нәрсе туралы айтайын ба? Оған ешкім сенбейді ғой, жоқ нәрсе. Ішкен жегеніміздің аман есен шығуы қажекелер. Ол да Алланың нығметі. Аман есен шығу. Осы уақытқа дейін, апаларымыз 70-80-де ағаларымыз отыр міне. Осы уақытқа дейін Аллаға шүкір ішкен жегеніміз аман есен шығып келе жатыр, дұрыс па? Сіздердің ғұмырларыңызға дейін әлемде талай канализациялар уже жұмысын тоқтатқан. 10 жыл сайын, 20 жыл сайын ауыстырып жатыр канализацияны. Ойбай күштісін таптық дейді. Ал давай көрейік. 10 жылдан ауыстырып жатады. Жарамайды екен дейді. Алланың жаратқан канализациясын қараңыздар. 80 жыл жұмыс істеп беріп жатыр. Нығмет па? Біз бұның бәрін осылай болып қалып жатыр деп ойлап жүрміз ба? Жоқ, бұның бәрі Алла тағала егер қысып қоятын болса бар ғой, ішіңдегін өзің шығара алмайтындай күшіңді алып тастаса, қызықтың көкесі сол кезде басталады. Мен тек дұрыс айтам, апа. Нығмет бұл Алланыкі қажет. Біз қашан білеміз, айтайын ба? Ол нығметтен айырылып қалған кезде ғана білеміз, болды. Қашан айырыласың, сол кезде барып білесің. Сол үшін де айтады, саудың маңдайындағы, басындағы тәжді аурулар ғана көреді дейді, көрдіңіз ба? Саудың басында тәжі бар дейді, оны тек қана саулар көрмейді дейді оны. Олай сол сау болып жүре берем деп ойлайды дейді олар. Жоқ, ондай емес. Ана передачаны көрдіңіздер, 15 жылдан бері өзінің дәретін өзі шығара алмайтын жігіт Қаратор бауырымыздың ютубта толып тұр, көрсеңіздер болады. 15 жыл бойы ананың шешесі, ана бала жылап айтып отыр, мен ұялам дейді да, керісінше мен оған қызмет жасауым керек дейді. Бірақ шешем маған қызмет жасайды. Ана қолына нені киіп, жаңағы перчатканы киіп, үлкен дәретімнің барлығын анам алып шығады дейді артымнан былай. Өзімдікін өзім шығара алмаймын дейді, жаңағы бала айтады. Коляскада отыратын бала. Көрдіңіз ба? Біреулер салапамен дәрет сындырып жүр ғой, мынаяқтан былай тесік шығарып қойып. Дұрыс па? Бар ма? Демек, бұның барлығы бізге берген Алланың нығметі қажекелер. Нығмет беруші ол тек қана Алла. Егер нығметке күпірлік таныта беретін болсаң, анау ұнамайды, мынау ұнамайды, анау нығметке күпірлік таныта беретін болсаң, өзім мұрным ұнамайды, мына мұрнымды битпесем, құлағым ұнамайды, бетім тарттырмасам, ернімді ісіріп алмасам, ол теуіп. Нығмет егер ұнамаса, Алла тағала оны алып тастайды екен. Көрдіңіз ба? Алып тастайды да одан да сорақысын беріп қояды екен. Ал енді көре ғой деп айтады екен. Көрдіңіз ба? Алла Құранда сол үшін, «Ләин шәкәртум», егер де шүкірлік етсеңіздер, онда «Ләәзиданнакум», мен арттырып бере берем, өйткені менің қолымда деп жатыр. Бүкіл нәрсе менің қолымда дейді. «Ваин кафартум», ал егер күпірлік қылып берген нәрсем ұнамаса, онда менің азабым тым қатты дейді Алла Тағала. Көрсетем мен сендерге деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да бұл нығметтің барлығы бұл Алланыкі қажекелер. Сіздердің де осы қалаларға қонақ болып келулеріңіз бұл кімнің нығметі? Алланың сіздерге берген нығметі. Мен әрдайым айтам ғой, кейбіреулеріңіздің 7 аталарыңыз келмеген ғой мына жерге. 7 аталарыңыз келмеген ғой, не дейсіздер? Біледі ғой, әркім өзінің 7 атасын біледі. Келмеген ғой кейбіреулеріңіздікі. Біреулердікі келген шығар, солардың дұғасымен келіп жатқан шығарсыз. Дұрыс па? Бірақ негізі Құдай бізге нәсіп етті ғой осы нығметті. Енді сіздер де тілеңіздер, Алла,
Мына қасиетті қалалардан менің де ұрпағым үзілмей келіп тұрсын қиямет күніне дейін. Көрдіңіздер ме? Самолеттің қашанғы отыратынын білмейміз. Пойыздардың қашанғы жүретінін білмейміз, қажекелер. Олардың да тоқтайтын заманы алыс емес. Білесіздер ғой, пайғамбарымыздың хадистерінде келді. Бұл электроника деген нәрсе, ол көп ұзамай тоқтайды, қажекелер. Бұған сеніп қала бермеңіздер. Адамдар қылышпен, садақпен соқсатын заман келеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол болады. Бірақ кнопка оны істетеді, болды. Бір кнопканы басады, болды. Әлемде электроника тоқтайды, қажекелер. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан да бұл Алланың бізге берген осы қасиетті қалаларды көруге жазған Алланың бізге берген нығметі. Оның шүкірі немен болады, қажекелер? Дұрыс айтады. Оның шүкірі Аллаға лайықты құлшылықпен болады, қажекелер. Жатып алып, комнатада потолокқа түкіріп, тамаққа түсіп, ішіп жеп, тышып, ондай болмайды ол. Құдай сізді таңдап осы жерге әкеп тұрма, енді аямай құлшылық қылып алу керек. Өйткені 10 күннің қалай кеткен. Бағана азанда біз 5:30-да шығарып салдық бір топты, қажекелер. Жылап еңіреп кетті барлығы. Қимай жатыр, қалай өтіп кетті, қалай өтіп. Осылай өтіп кетеді, болды. Қазір отырсыздар ғой, умра қалай болады екен? Ойбай, басым. Ойбай, уайымдап. Ертең уже қайтатын күні умрадан сабақ беріп отырасыздар кәдімгідей. Мынау қаратас деген бұлай, сен сонда білмейсіңдер ма? Мынау Сапа Марва деген мынақта, берге көрсетеймін саған. Зәмзәмді қақтан алу білмейді, қалай жүрсем, мен қалай сөйлесем деп бастайсыздар. Елге барып уже онлайн сабақ бересіздер, умра курстары деп. Подробныйды басыңыздар деп. Міне, қазір сіз қорқып отқан нәрсе ертең орындалады иншалла. Көрдіңіздер ма? Сол үшін де міне умраға келіп жатсыздар, қош келіп жатсыздар. Осы ләббайканы көп ертең не істеуіміз керек? Айтуымыз керек. Умра мен умраны жалғап атқан кісілер бар араларыңызда. Бұрын келген, енді келіп тағы келіп атқан. Пайғамбар айтады саллаллаху алейхи вассалам, умраны умраға жалғаңыздар, себебі умраны жиі істейтін пенде кедейлікке жолықпайды дейді. Вообще кедейліктің не екенін білмей өтеді дейді. Сіздегі елдегі адамдардан болған шайтандар не деп айтады? Шайтан екі түрлі болады өзі, жындардан және адамдардан болады. Адамдардан болған шайтандар не деп айтады, білесіздер ма? Арабтың бәрін байытып біттіңдер ғой дейді. Өзі Вьетнамға барып жатыр, бүкіл қызға массаж істетіп қойып. Оған ақшаны есептемейді бірақ. Сенің құлшылыққа кетіп бара жатқаныңды есептейді да, көрдіңіз бе? Шайтан қалай әдемі жұмыс істейді да. Стамбулға бара жатсың, әңгіме айтпайды саған. Көріп қайт Стамбулды, ата жұрт, ел жұрт бірдеңе. Мынақта пайғамбарың жатыр. Асыл дініңнің келген жері тұр мынақта ислам. Бүкіл бабаларың осы дінді ұстанып өткен. Өзегі, ошағы исламның қайнар бұлағы. Сол жаққа келетін кезде не болып қалады? Арабтарды байытады. Онда Дубайға барып жатқандарға айтпар. Бүкіл қазақ жүр ғой Дубайда. Неге айтпайсың соларға арабты байытып жатқан? Өйткені ол кайфушада. Кайфушада шайтан күш жұмыс дейді. Ұра бер ақшаңды дейді. Құлшылықта есептеп қаласың ғой. Не $50 түспейсіңдер ма? Ана компания андай екен бағасы, сендер неге мұндай? Бізде сондай, өткен бізде сабақ бар қажекелер. Көрдіңіздер ма? Болмаса осы сервис барлығында. Енді қараңыздар. Бүкіл нығмет бұл Алланыкі қажекелер. Бүкіл нығмет кімдікі? Алланың. Бізге берілген бала да ол Алланыкі қажекелер. Бала менікі деп ойлайсыздар ма? Чо. Бала да біздікі емес, басқа да біздікі емес, ешкімдікі емес, жабысып қалған ешкім жоқ. Бәрі бір-бірінен алыстайды, ажырайды. Дұрыс па? Бала сіз, мен балам, балаң ертең өзіңді көміп жібереді қабірге апарып. Жуындырып. Дұрыс па? Сондай ма? Пожалуйста. Сондықтан бұл нығметтің барлығы қажекелер. Бұл Алланыкі, менікі екен деп ойлап қалмаңыздар. Біз уақытша пайдаланушыларымыз болды. Біз нығметтерді уақытша пайдаланып жүрген адамдармыз. Одан кейін дейді, «Уан ни'мата лака вал мүлк» дейді. Мүлік, билік кімдікі? Бұл Алланыкі қажекелер. Малики яумиддин, қиямет күнінің иесі ол Аллаға қажекелер. Мүлік, билік, даңқ ол Алланыкі. Қазақ не дейді? Тақ пен табыт егесіз обасында дейді. Қазақ еді, тақ пен табыттың иесі жоқ дейді. Екеуі де ауысып отырады дейді үстіндегілер. Бірақ адам ананың үстіне отырған кезде ауыспайым деп ойлап қалады дейді. Қалама сенің отырған жеріңе ертең басқа біреу келіп отырады қажекен. Сіз жатқан табытқа ертең басқа адам келіп жатады. Тақ пен табыт егесіз обасында. Бағың кетсе туады сор басыңа. Дүниенің боғы үшін таласпайық,
қасқырда қас қылмайды жолдасына дейді қазақ айтады. Көрдіңіз бе? Мүлік пен билік кімдікі екен? Алланікі екен қажекелер. Мына тәлбия осындай тәрбия беріп жатыр ғой. Тәлбия осындай тәрбия беріп жатыр бізге. Ләка вәл мүлк ла шарика ләк. Ей Алла, сенің серігің жоқ деп қайтадан ең ұлы сөзбен аяқталып жатыр. Ең ұлы сөзбен басталды, ең ұлы сөзбен аяқталды. Неге? Сырын қараңыздар. Ғалымдар айтады, өміріңнің басын Құдайға серік қоспай баста, дәл солай соңын осылай аяқта дейді. Аллаға серік қоспай аяқта дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, кімде-кім тәлбияны бар даусымен айтатын болса дейді, яғни қалай көтеріңкі дауыспен айтатын болса, ол әйел кісілерге қатысы жоқ, ер кісілерге қатысты. Оның даусын естіген айналадағы бүкіл тал, тас, тау барлығы куәлікке өтеді дейді қажекелер. Барлығы куәлікке өтеді. Тіпті дейді, қарасаңызшы, одан да тіпті күн шығыс пен күн батыстың ортасының барлығы ол адам үшін куәлікке өтеді деп айтқан екен. Дүниенің барлығы ертеңнен бастап сіздер үшін куәлікке өтеді қажекелер. Кімдер үшін? Ләббайк Аллахумма ләббайкті айтатын пенделер үшін қажекелер. Сол үшін де Абдулла ибн Аббас қажылыққа кетіп бара жатқан кезде қажылардың алдына түсіп алып, бір өзі тауларды жаңғыртып, ләббайк Аллахумма ләббайк деп айқайлап бара жатады екен, бар даусымен Меккеге барғанша. Сонда адамдар Абдулла ибн Аббастың жанына келіп, ей Алланың елшісінің досы, неге бұлай дауыспен айтып бара жатсыз деген кезде, ертең мына жолдағылардың барлығы маған куәлікке өтсе екен деп, бар даусымен айтып бара жатырмын деп айтқан екен қажекелер. Міне Құдай қаласа ертең біздің сапарымыз басталады. Бұны қажылыққа, умраға келген әрбір Алланың қонағы осы ләббайк Аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика ләка ләббайк, иннал хамда вән ниъмата ләка вәл мүлк ла шарика ләк деген сөзді айтады екен қажекелер. Осы сабақты айту үшін сіздерді осы жерге жинаған болатынбыз.